Автокөлік сатып, не сатып алмақсыз ба? Каспий KZ мобильді қосымшасында көлікті жылдам әрі оңай қайта ресімдеуге болады. Ол қалай істеледі? Сатушы көлікті тіркеуден шығарады, қаншаға сататынын көрсетеді. Сатып алушы хабарлама алады да, соманы Каспий KZ-тегі арнайы шотқа салып, мемлекеттік нөмірге тапсырыс береді. Мемлекеттік органдар мақұлдаған соң, Каспий KZ мәміле сомасын сатушының Каспий Gold картасына аударады. Енді осы процесті кезең-кезеңмен көрсетейік. Каспий KZ мобильді қосымшасында көлікті қалай тіркеуден шығару керек? Каспий KZ мобильді қосымшасына кіреміз. Мемлекеттік қызметтер бөлімін таңдаймыз. Автокөлікті қайта тіркеу сервисіне кіреміз. Мен сатушымын қосымша бетінде көлікті тіркеуден онлайн шығару кнопкасын басамыз. Автокөлік туралы ақпаратты көріп, жалғастыру дегенді басамыз. Сервис көлік кепілде тұрған-тұрмағанын, ал иесінің айыппұлы мен салықтан қарызы бар жоғын тексеріп жатыр. Айыппұл мен салықтан қарыз бар болса, оларды қайта ресімдеу барысында бір батырманы басып төлеп тастауға болады. Сатып алушының жеке сәйкестендіру нөмірін жазып, мәміле сомасын көрсетеміз. Сатып алушы соманы көлікті тіркеуге қойған кезде көреді. Мемлекеттік нөмірді өз атыңызға сақтап қойып, келешекте жаңа көлігіңізге тіркетуіңізге болады. Фото-верификация өтеміз. Өтінішке Каспий KZ электрондық цифрлық қолтаңбасымен онлайн қол қоямыз. Мемлекеттік органдар автокөлікті сатып алушының атына тіркеуге қойғанда, сома Каспий Gold картаңызға түседі. Каспий KZ мобильді қосымшасында автокөлікті қалай тіркеуге қоюға болады? Каспий KZ мобильді қосымшасына кіреміз. Бүйірдегі мәзірден мемлекеттік қызметтер бөлімін таңдаймыз. Автокөлікті қайта тіркеу сервисіне кіреміз. Мен сатып алушымын қосымша бетінде көлікті тіркеуге онлайн қою кнопкасын басамыз. Сатушының сізге сату үшін тіркеуден шығарған автокөлігі туралы ақпаратты көріп, жалғастыру дегенді басамыз. Сервис сіздің айыппұлыңыз бар жоғын тексеріп жатыр. Оны қайта ресімдеу барысында бір батырманы басып төлеп тастауға болады. Сатушы көлікті тіркеуден шығарған кезде көрсеткен соманы жазамыз. Ол сіздің Каспий Gold картаңыздан төленеді. Автокөлікті тіркеуге қою кнопкасын басамыз. Өңірді, мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын, нөмір белгісінің түрін, мемлекеттік нөмірді таңдаймыз. Фото-верификация өтеміз. Мемлекеттік баж салығын төлейміз. Автокөлікті тіркеуге қоюға өтінім бойынша мемлекеттік органдардың жауабы 3 сағатта түседі. Сізге Каспий KZ мобильді қосымшасында хабарлама келеді. Содан соң құжаттар мен мемлекеттік нөмірді алу үшін өзіңіз таңдаған мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына баруыңыз керек.